Көзі ілініп барады екен. Көрші бөлмеден ыңғайлаған сәби даусы естіліп, ұйқысы шайдай ашылды. Әрі дөңбекшіді, бері дөңбекшіді. Кірпіктері айқасар емес. Ұйқы шіркіннен маза кеткеннен соң төсегінен тұрып әлденені ермек етіп көргісі келбеді. Жанында бөренедей болып сылап жатқан күйеуінен қаймықты. Жұмысынан шаршап келген міндетсініп, мұның талай рет аузын қаққан. Сөйлетпейді-ау, сөйлетпейді. Міне, қаншама уақыт өтті. Дене қызуы өрт болып лапылдап тұрғанмен, екеуі ара сағынса қауышатын төсектері мұздай. Осы суық төсекпен бірге жүректері де суысып бара жатқандай. Не жазып едім, құдайым-ай. Келіншектің аһ ұрған күрсінісі бөлмені өртеп жібере жаздаған. Оның жас денесі өрт болып, күйініп жанып жатыр еді. Ол осы сәт қуатты қолымен ыстық құшақты аңсады. Көрпенің өзіне тиесілі шетін шиыршықтап тастады. Шоқтай ыстық, ойы оны ұзақ уақытқа босатпай жанын жеп барады. Түндей тұңғиық жанары жасқа толды. Өзекті өртеген өксікті сыртқа шығарғысы келмей, еріндерін қымқырып тістеп алды. Өне бойы шоқ болып, ысыған соң көрпесін серіп тастады. Терезеден төгілген ай сәулесімен жұп-жұмыр балтыры жарқ ете қалды. Кеудесіндегі қос алма көріктей бір көтеріліп, бір басылды. Жанындағы жұбайы осынау жаратылы шыбаныштармен махрұм теріс қарап пырс-пырс ұйқы соғып жатыр. Расында жұмыс ауыр ма, әлде ләззатын сырттан тауып келеді ме, ол арасын өз біледі. Соңғы кездері ләззатқа жарым екен-ау деп жақындауын сиретті. Теріс қарап тоң теріс жататын күміспектің күйбең тірлікпен, тіптен мынау айдай әлемдегі барлық қызықшылық шаттықтан ада түріне қарап қайран қалады. Осындай да қамсыз адам болады екен-ау деп іштей күйінді. Мына жатыс бәрінен де күдер үзген, үміті үзілген кісінің жатысы. Не бітірдім деп жатыр екен. Ләззат күйеуіне тұңғыш рет жек көре қарады. Көңілі бір ілкі сәтте болса да селт еткізер мерейлі мезгіл болмаған соңда шығар. Ләззат та ертеңіне енжар қарай бастады. Арғы бөлмеден тағы да сәби дауыс естілді. Құртақандай сәби шешесінің аппақ төсіне тұмсығын тығып, мәмесін сылқ-сылқ емеді. Кенет Ләззаттың тұла бойы шымырлап кетті. Ол да аналық бақытты аңсады. Шіркін-ай, қойнында қыбырлаған бөбек болса ғой, ұйқым шала деместен түні бойы емізуге жұбатуға бар. Бірақ қырсыққанда құрсаққа шарана бітпей-ақ қойды. Күміспектің де күрсініске жиі кезек беріп, күрсінетіні сондықтан. Шаңырақ көтергендеріне санап отырса 7-8 жыл шиыршықтай зыр айналып өте шығыпты. Ләззатпен бірге келін болып түскен мына жарқынай дөңгелетіп 4-5 бала туып тастады. Мұрындарының асты жылт-жылт етіп, біреуі аяғына оралып, екіншісі етегіне жармасып шешелерін әурелейді де жатады. Басында елемеуші еді. Кейінгі кезде балалы келіншек көрсе Ләззаттың тұла бойы бір ысып, бір суынып, өзінен өзі күйгелектенетін болыпты. Күндердің күнінде абысындарының бірі ақыл айтты. Осылай қу бастарыңды сүйретіп жүре бересіңдер, одан да дәрігерге барып қаралмайсыңдар ма, бәлкім біреуінде кінәрат бар шығар деген Гаухар жеңгесі. Осы сөзден кейін Ләззат көп ойланды. Бір күні күміспекке еркелей қарап ойындағысын айтты. Бір-бірімізді кінәлай бергенше дәрігерге барып көрінейік, бәлкім емделерміз, менің сәби сүйгім келеді деген. Жарайды деп күміспек келісе кетті. Бірақ ертесіне жұмыстарының қауырт екенін айтып қызметіне кетті. Арғы күні де оның қолы босай қоймады. Сосын Ләззат таныс дәрігер келіншекке жеке өзі барды. Ол Ләззатты әрі тексерді, бері тексерді. Бұдан соң күйеуіңді ертіп кел деген. Неге? Негесін қайтесің, сенде кінәрат жоқ. Бар кінә күйеуіңде ме деймін. Мен дәрігерге көрініп келдім деді Ләззат кешкісін күйеуіне. Не дейді олар? Жаным, сенде барып көрінші, әзірге менен кінә жоқ сияқты. Немене? Сонда мені белсіз деп отырсың ба? Бұл қай сандырағың? Белсіз болсам түнде құшағыңдамын ғой, қашан еркектігімен қалғанымды көрдің деп күміспек шатынап шыға келді. Енді дәрігерлердің айтқаны ғой. Олар не демейді? Жат, ұйықта. Сол түнде булығып жылап шықты. Күміспек келіншегін жұбатпаған. Осы әңгіме қайталанған сайын екеуінің арасындағы сыйластықтың көзге көрінбейтін нәзік жібі бырт-бырт үзілгендей болды. Сол жібек жіпті жалғай-жалғай көкірекке бір түйін беріш болып қатты. Бұл қандай түйін? Оны әзірге күміспек те Ләззат та терең таныған жоқ. Сол күннен бастап Ләззаттың қиялынан бөпелі болсам-ау деген бір ой кетпей-ақ қойды. Тамақ жасап жүріп те, үй сыпырып жүріп те соны ойлайды. Күміспектің ағасы Алтынбек пен жеңгесі Қарахат енші алыспаған бірге тұрады. Қарахаттың 3 жыл 2 қызы бар. Ләззат құлыншақтай асыр салған сол 5 тентекті сұмдық жақсы көреді. Қол қалт етсе ойнатып беттерінен сүйеді, киімдерін ауыстырады. Қайнағасының құлдыраңдаған балаларына қарайласа,
жүріп менің де осындай сәбилерім болса ғой шіркін деп армандайды. Мына өмірде сәбиісінен артық қандай жұпар бар екен. Ләззат қайнағасы мен жеңгесінің балаларын шеттерінен шөпілдетіп сүйіп шығудан жалықпайды-ау, жалықпайды. Осылай жасаса жаратқанда иіп бұған сәби сыйлайтындай сезінеді. Қалай екенін өзі де білмейді. Соңғы сәттерінде тым балажан болып алды. Тіпті көршілердің де қара сирақ балаларына қарап елжіреп отырғаны. Бірде оның осы елжіреуік жүрегін көрші келіншек байқап қалды. Ләззат-ау, сатып алмай құл болмас, өзінен тумай ұл болмас дегенді білмеуші ме едің? Мына жас денең әлде уыздай аппақ, балтырың толық, денің сау, бойыңнан базарың тарқамай тұрғанда әрекеттеніп көрсең қайтеді? Әдірем қалғыр біреудің баласы саған бала бола ма деген. Осы сөз Ләззатты тұңғиық ойға тартты да кетті. Сол-ақ екен, күн мен түнді ажыратудан қалды. Жатса да тұрса да көз алдында құлдыраңдап ойнап жүрген балалар жүгіріп жүреді. Аппақ армандарын арқалап келіп, ақ төсегіне құлайды. Мұндайда әлде қайдан жыланша ирелеңдеген сезім толқындары тамыр-тамырын қуалап, өне бойын шымырлатады. Денедегі дерттің уын қайтару үшін күміспекті жұлқылайдай келіп, бірақ ол оңайлықпен оянбайды. Мына дозақтылардан құтылар ма екен деп тістене түскен сайын қара жыландар нәзік денесін еркін егеріп, ақ төсіне шабады да ақ тамағын иіскелейді. Осы арпалыста ол күміспекті қалай да оятуға тырысады. Бірақ оның қара жыландарының барлығын қырып салуға дәті де, ықыласы да жоқ. Әлден соң әрі аунап түседі. Ләззат болса сол күйіп жанған күйі қала береді. Түнеді, қап-қараңғы. Ләззат оянып кетті. Арғы бөлмеден әлдеқандай үн естілетіндей. Тағы да абысынының ұлы шығар. Жоқ, олай емес сияқты. Япыр-ау, мынау қарақаттың үні ғой. Тән тоятының тұңғиық тереңіне батқандағы көңіл қошының белгісінде еркелей ыңырсыған бір сиқырлы әуен. Ләззаттың ынтық сезімдері оянып сала берген. Сол бой ол жуынатын бөлмеге қарай жүгіріп барғанын да сезген жоқ. Суық су оған көмектесе қоймады. Бірде ол қайнағасы Алтынбекпен әлдеқандай себеппен соқтығысып қалды. Түнде қарақатпен деп ойлағанда денесі дір етті. Арсыз көңіл арқандауға көнбеді. Қымсынып тұрып, қайнағасына құштарлықпен қарады. Бәленің басталған жер осы. Қайнаға айтпайды, келін қайтпайды деген сорақылық басталды да кетті. Енді Ләззат үйдегілердің барлығы қашан жұмысқа кетеді деп алаңдап отыратын әдет тапты. Бір ғана ойдың жетегінде жүрген ол өзін судан таза сүттен ақ сезінді. Бар жазығым, отбасымды сақтап қалуға тырысқаным ба? Күміспекке де өзіме де бақыт сыйлаймын. Содан соң Алтынбек бөтен емес қой. Өз ағасы, өз тұқымы. Онда тұрған не бар? Осы оймен ол өзін өзі жұбататын. Өз дәлелі қисынды көрінген соншалық енді тіпті қайнағасынан қысылмайтын болды. Жас келіннің өзіне деген соқыр сезімі Алтынбектің де есін алғандай. Ләззат беймезгіл құса бергісі келгенде барып, өзінің көтеріп қойғанын сезді. Қорыққан жоқ, қуанды. Екеуі ағайынды, бала бөтеннен емес, өзіне тартып туған ұлдан Күміспек те күдіктенбейді деп өзін жұбатты. Баянсыз бақыт басын айналдырғандай еді. Ләззаттың іші біліне бастағанда Күміспек күрт өзгерді. Енді ол баяғысында ен жарлықпен айрылды. Ұйқы бастылықты да қойып, келіншегін түні бойы аймалап сүйіп шығатын болды. Келіншегі шекес торсықтай ұлды дүниеге әкелгенде тіпті есі қалмады. Мені кінәлай беруші едің деді бірде ол келіншегіне. Енді өзің ғой, бара салсаң қайтушы еді. Бармасақ та болды ғой әйтеуір. Иә, болды деді Ләззат тұншығып. Олар бақыт деді. Құлдыраңдаған сәби күлкісі үйге қуаныш үстіне қуаныш әкелген. Күміспектің де келіншегіне деген өкпесі ұмытылып келе жатты. Тек бір мына кездейсоқ соққы көлденең кездеспегенде. Бірде кешкі апақ-сапақта қарақат қайнаға мен келіннің махаббат ойыны үстінен түсіп қалды. Ол көптен бері күйеуі мен келіннің бір-біріне тесіле қарайтыннан секем алып жүруші еді. Құдай тас төбелерінен қос қолдап ұрыпты. Ол Ләззаттың шашынан жұлып әрі де бері де сүйреді. Күміспектен ажырап кетемін бе деп, амалсыз осы тірлікке барып едім деп ақталғансыды. Ал, туарыңды туып алдың ғой, енді неге тоқтатпайсыңдар? Ләззаттың аузына құм құйылды. Ләззат енді кімді кінәламақ? Тайқымаңдай тағдырым ба? Ол осы тағдырын өзі тілеп алды емес пе? Ендеше өз ырқымен барған азабынан неге қашады? Оған ақылы жетер емес. Ол өзін ғана емес, қайнағасын да екі оттың ортасына тастап кеткенін айналасындағы айқай асқынып бара жатқан соң барып сезінді. Өзін жанындай жақсы көретін жеңгесі, әрі абысыны Қарақат та бұдан теріс айналды. Енді кімге барып мұңын шағады? Оның жаралы жанын кім түсінеді? Ағайын екіге жарылды.
Ләззатты жақтаушылар табыла қоймады. Қара есекке теріс мінгізіп, ауылды аралау керек деді клиент бір ағайыны. Ел бетіне қарағысыз етіп кетті. Мұндай келсапты керіп қойып, тасаттық жасап өлтірген жөн деді екіншісі. Ислам дінінде неке өмір бақи жалғасу ниетімен қиылады. Ислам діні некені орынсыз бұзуды дұрыс санамайды. Пайғамбарымыздың хадистерінде Алла тағала адамның ең сүйкімсізі талақ, себепсіз ерінен ажыраспақ болған әйелге жәннат есігі харам деген, ал туған қайнағасымен байланысқан әйелге Алла лағнет айтады деген. Ауыл имамының сөзі талайлардың денесін түршіктірді. Имам сөзін сабақтады. Ол некесіден туылған баланың да харам болатынын айтқанда көпшілік шошынды. Пайғамбарымыз Мұхаммед ешкімі жоқ жетім балаларды өз асырауына алған адам менімен жұмақта көрші болады деген. Мұнандай масқаралыққа барғанша неге бала асырап алмадыңдар деп жер тоқпақтады келіннің шешесі. Бала асырап алған келіншектер көп кешікпей құрсақ көтереді. Сосын бірінші баланы мәйкөт деп ерекше жақсы көреді. Ал қазақшылыққа бедеулікті емдейтін түрлі тәсіл бар ғой. Тепсе темір үзетін жігіт дәрігерге қаралса, ағасынан туған нәуетек ұлға малданбас еді ғой. Балалы болудан күдер үзгендер күйеулеріне екінші әйел әперіп жатады. Шариғатта мұсылман еркекке 4 әйел алуға рұқсат бар. Күнәһар болғанша неге бала асырап алмадың? Жан жақтан жаңбырша жауған мірдің оғындай өктем сауалдар Ләззаттың денесіне инедей қадалып жатты. Ағылгек әже ортаға шықты. Қарағым, бірдің кесірі мыңға тиеді. Бір түйенің құмалағына 40 кісі тайып жығылады дегенді білмеуші ме едің? Білмесең біліп ал. Өзіңді, күйеуіңді, қайнағаңды, абысыныңды ғана емес, тұтас елді қарабет еттің. Бір отбасының шаңырағын ортасына түсірдің. Бұдан асқан қасірет болар ма? Қазақ құтырғаннан құтыл деп жатады. Сондықтан сенен құтылғанша асығып отырмыз. Бір отбасының шаңырағын ортасына түсірдің. Басқаларға да кесірің тимей тұрғанда ертерек қараңды батыр деді ол, зілденіп. Көпшіліктің де тоқтамы осы еді. Күмісбек осы оқиғадан соң Ләззатқа талақ айтып ауылдан кетті. Алтынбектің аярлығына төзбеген Қарақат та төркініне кетіп тынды. Айрандай ұйып отырған отбасы жетімдік, жесірлік, жалғыздық тауқыметінен тобығы тайған тайлақтай шойнаңдап қалды. Ләззаттың ауылды төңіректеп жүргеніне бірнеше күн. Бар ой мақсаты тұңғышы арманды бір көру ғана. Алайда адуынды ене күнәһар келінге немересін тіріде көрсетер ме? Ләззатты бүгінде таныстары да түнетуден қорқады. Кесірлі келіннің күйесі жығып кетердей үркектейді. Ол ымырт түсе уақытша паналап жүрген үйден шықты. Өзінің бақытты өмірі өткен үйге жетіп аулаға үздіге қарады. Әне, енесі немерелерін ойнатып отыр. Япырау, мынау арман ғой. Ләззат бар даусымен арман деп айқайлап жібере жаздап, өзін зорға тежеп қалды. Құлындай шапқылап жүрген көзінің қарашығын көргенде жүрегі атша тулады. Шарбаққа сүйенген күйі жылай берді. Нәуетек ұлына қарай көз талды. Таныс аула, таныс шарбақ, таныс үй. Күні кеше ғана бақыттың базарындағы үйде үрейірсектепті. Балалар улап-шулап, асыр салып ойнап жүрсе де, көңілсіздік көлбеңдейді. Балақайлардың көздерінде тұңғиық терең мұң ұялаған. Ойнаған сыйды, алданған сыйды, бірақ ойынға кірісіп кетпейді. Жүректері шер, олардың да аяқтарын тұсаған, періште көңілге кіреуке салған. Ләззат өзін жұмақтан қашқан періштедей сезінді. Жұмақ бағында жүріп, ібілістің соңынан ілесіпті. Ол ұлына тесіле қарады. Сен кінәлі емессің құлыным. Жүрегі жұлқынып, кеудесін шығып кетердей аласұрды. Көріп тұрып, аймалай алмау, қасында тұрып құшалмау қасірет екен. Қош бол күнім деп, кері шегінген келіншек әлденеге сүрініп құлап түсті. Күн қара қошқылданып батып барады екен. Жиектерінен қан сорғалағандай. Мұндайды бұрын соңды көрмеген келіншек қалтырап, бүкіл денесі жансызданып барып жатқандай дел сал күйге түсіп, тізерлеп отыра кетті. Жасты жанарымен көкжиекке тесіле қарады. Қан көрді. Қорқынышты. Қап-қара. Әңгіменің соңы.